Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және де балабақша тәрбиешілері. Бүгін біз сіздермен үйде дайындауға болатын пластилиннің тағы бір түрін жасайтын боламыз. Бізге екі зат қажет болады. Оның бірі жүгері крахмалы. Жүгері крахмалынан 2 стакан ыдысымызға салып аламыз. Ыдысымыз қатты үлкен, қатты кішкентай болмауы керек. Енді үстінен бізге шашқа арналған бальзам не болмаса кондиционер қажет болады. Ең арзан түрін алсаңыздар да болады. Жүгері крахмалын сіздер кондитерлік дүкендерден килограммен өте көп мөлшерде және де арзан бағада алсаңыздар болады. Егер де сіздер магазиннен жүгері крахмалын алатын болсаңыздар, сіздер ұтыласыздар. Сондықтан қазір бүкіл жерде кондитерлік магазиндер бар, сол жерден килограммен жүгері крахмалын алып, осылай жасасаңыздар болады. Және де кондиционерді көз мөлшерімен саламыз, және де жақсылап араластырамыз, ұзақ илеуіміз қажет. Кәдімгі қамыр илеген сияқты кондиционерімізді аз-аздан қосып, осылай қолдың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша, тығыз масса болғанша араластыра береміз. Менде шамамен 200 мл кондиционердің ішінде кішкене ғана қалды. Қалғанның барлығын осылай істеттім. Қолдың көмегімен жақсылап осылай біріккенше араластыра береміз. Мінекей, бізде осындай консистенциядағы пластилин дайын болады. Бұны баланың қолына қорқпай бере берсеңіздер болады. Бала өте жоғарғы көңіл күймен бұны ойнайды. Бұл баланың ұсақ қол моторикасына өте жақсы әсер етеді және де сөйлеу тілінің дамуына көмектесетін пластилин түрі болып табылады. Сіз баламен ойнаған кезде міндетті түрде онымен сөйлесіп, қалай жасауға болады барлығын өзара келісімге келе отырып жасасаңыздар, балаңыздың тілі де дамиды және де ұсақ қол моторикасы да жақсы дамитын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де осы видеоны 3-4 жасар балалары бар ата-аналарға міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.